Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы тылсым табиғат сырлары. Сабағымыздың мақсаты еліміздің әр аймақтарындағы әлемдегі тылсым табиғат сырлары, ауа райы туралы мағлұматтармен танысамыз. Ендеше саяхатқа шығайық. Алтын Емел Жетісу алатауының оңтүстік сілемдерінің арасында орналасқан ұлттық табиғи саябақ. Жер көлемі 520 мың гектар. Саябақ аумағындағы туристерді қатты қызықтыратын бірегей табиғи құрылымдар мен байырғы тарихи ескерткіштер. Шатқалдарында ежелгі адамдардың тасқа қашап салған суреттерін де көруге болады. Қапшағай мемлекеттік аңшылық шаруашылығы негізінде Алтын Емел саябағы 1996 жылы құрылды. Ал Алматы-Өскемен жолымен жүрсеңіз, Сарыөзек станциясына жетіп, Қорғас бағытындағы жолмен Панфилов ауданы арқылы Қорық аумағына жете аласыз. Алтын Емел Алматы облысының Кербұлақ және Панфилов аудандарының территориясында орналасқан. Қорықтың аумағына ал осы Қатутаудың шығыс бөктері Ақтасты Ақтау деп аталатын таң ғажайып тауды көресіз. Бұл жерде миллиондаған жыл бұрын көл болған. Көл шөгінділері кең алқапты алып жатыр. Алыстан қарасаңыз әппақ болып көрінеді, жақындаған сайын алуан түске боялған керіштерді көресіз. Бұл таулардың жалпы ұзындығы шатқалда тас бетіндегі суреттерде кездеседі. Оларды бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Олардың ішінде ерекше назар аударарлық 27 жазуы белгілі Будда кешені. Қазақстанда белгілі Будда жазбаларының көпшілігінде сияқты, бұл да Тибет тілінде таңбаланғандар. Сонымен қатар шатқалда өте сирек кездесетін Кавказ каркасы деп аталатын тас ағаш өседі. Тайғақ шатқалының шығысында 15 шақырымдай жерде тағы бір теректі деп аталатын шатқалы бар. Шатқалдың күнге қақталған үлкен қара тастарда түрлі тарихи дәуірлерді, анығырақ айтқанда қола дәуірінен бастап орта ғасырларға дейінгі кезең қамтитын жүздеген қызықты петроглифтер салынған. Ірі жартас беттерінің екі жағында да негізінен арқар, тау ешкісі, бұғы, жылқы мен түйе тәрізді жануарлар бейнеленген. Канада. Ақтаңдақ көр Британиялық Колумбияда орналасқан. Ол импрессионистердің қылқаламының бейнесіне ұқсайды. Көлдегі су ішуге жарамсыз. Онда микроағзалардың тек бірең-сараң түрлері ғана кездеседі.
Температура 43 градусқа жеткен кезде көл бетінде тұп-тура 365 шалшықша пайда болады, яғни бір жылдағы күн санымен тепе-тең. Алыптар көпірі, солтүстік Ирландия. Шамамен 60 миллион жыл бұрын жанартаудың қатты атқылауынан массаның бетіне балқытылған тау жынысы шықты. Қатты күйге түскен соң, ол осындай таңғажайып нәрсеге айналды. Аңыз бойынша мінсіз геометриялық формаға ие 37 000 колоннаны дәу адамдар, яғни великан адамдар құрастырған. ақш-тың Орегон штатындағы Тора құдығы. Қатты дауыл болған кезде қатты соққыдан теңіздің соқпа толқыны үңірейген ойыққа айналған. Адам басқара алмайтын су бұрқақтар, тонналаған судың шашырандылары, ерекше табиғи рельефтер. Мұның бәріне перпетуа мүйісінен қарауға болады. Алайда қолайсыз ауа райы кезінде ол адам өмірі үшін қауіп туғызуы мүмкін. Памуккале, Түркия. Иераполис қаласындағы танымал террассалар мен үйінділер орналасқан бұл жер бүкіл әлемдік ЮНЕСКО мұрасына кірген. Памуккаленің 17 бірдей аймағынан таза табиғи су алуға болады. Олардың әрқайсысындағы су температурасы 35 пен 100 градус аралығында болады. Хеллиер көлі, Австралия. Бұл ерекше көл 1802 жылы Австралияның ең үлкен аралдарының бірінен табылды. Бір жыл бойы аталмыш көл қанық қызғылт түсті болады. Оған рең беретін дуаналиелла балдыры мен микроағзалардың кейбір түрлері. Бадап-эсурт, Иран. 1000 жылдықтар бойы құрылған Иранның солтүстігіндегі террассалар табиғаттың қайталанбас ерекше құбылысы. Травертин бұл әктастың бір түрі. Ол кальций мен аққан судан құралады. Темір оксидтерінің салдарынан террассалар бал түсіне боялған. Қытайдағы Тяньцзи таулары. Таңғажайып таулар жасыл орман мен мұнаралармен қоршалған. Тауға тек фуникулердің көмегімен шығуға болады. Сіз осындай керемет табиғи құбылысты Аватар фильмінен ғана көрдім деп ойлап қаларсыз, бірақ осындай табиғи құбылыс Қытайда да бар екен. Міне балалар, барлығын бейне баяннан көрдіңіздер. Әрине, табиғаттың тылсым сырлары бұнымен аяқталмайды. Өз беттеріңізбен ізденіп, әлемнің түкпір-түкпірінде, өз елімізде тағы да қандай сырлары бар екенін танысып біле аласыздар.